Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен Жамбыл облысы Талас ауданы Үшарал ауылы Әбдел Сағынтаев атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ибраимова Раушан Қасымқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қасқырмен айқасқан қойшы. Сабақтың оқу мақсаты перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша сұрақтар құрастыру. Сабақтың мақсаттары: барлық оқушылар орындай алады. Перифразаның әртүрлі тәсілдерін қолданып, сұрақтар құрастырады. Оқушылардың көпшілігі орындай алады. Мәтіндегі перифразаларды сұрақ қою арқылы табады, мағынасын ашады. Кейбір оқушылар орындай алады. Мәтін мазмұны негізінде перифразаларды еркін қолданады, өз пікірін білдіреді. Менің түсім психологиялық тренингі бойынша өздеріңе ұнайтын математикалық фигуралар таңдау арқылы топқа бөлінеміз. Сабағымызды бастамас бұрын ой-түрткі сұрақтарына жауап берейік. Қойшы еңбегі қаншалықты қиын? Оның қоғамға пайдасы қандай? Қасқырдың қандай түрлерін білесіңдер? Қасқыр туралы қандай мақал-мәтелдер бар? Жарайсыңдар, балалар. Оқу мақсатына негізделген бірнеше тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма — топтық жұмыс. Пікір алмасу әдісі арқылы мәтінді оқып, перифразаларды табыңыз. Мәтін бойынша 5 сұрақ құрастырыңыз. Сұрақ құрастыру барысында перифразаның түрлі тәсілдерін қолдануды ескеріңіз. Жауаптарды талқылап, дұрыс жауаппен салыстырыңыз. Перифраз — грек тілінен шыққан, құбылыстар мен заттардың атын атамай, суреттеп көрсету, тұспалдап айту, айрықша қасиеттеріне негіздей отырып, ауыстыру тәсілі. Дескрипторы мәтін бойынша 5 сұрақ құрастырады, перифразаларды пайдаланады, қойылған сұраққа ұтымды жауап береді, дұрыс жауабын салыстырады. Бұл тапсырмада дескриптордың негізінде қалыптастырушы бағалау жүреді. Бағалау парақшасы арқылы іске асырылады. Екінші тапсырма — жұптық жұмыс. Салыстырмалы кестеге мәтіннен тұрақты тіркестерді тауып, перифразаға айналдырып жазып, мағынасын ашыңыз. Кестені толтырамыз. Дескрипторы мәтіннен тұрақты тіркестерді табады, тұрақты тіркестерді перифразаға айналдырып жазады, мағынасын ашады.
Бұл тапсырма өзара бағалау арқылы жүзеге асырылады. Қалыптастырушы бағалау жүрек, бағалау парақшасы арқылы іске асырылады. Үшінші тапсырма жеке жұмыс. 5 минуттық эссе әдісі арқылы перифразаларды еркін қолданып, эссе жазыңыз. Өз пікіріңізді білдіріңіз. Дескрипторы эссе жазады, перифразаларды қолданады. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымызды 5 саусақ әдісі арқылы қорытындылаймыз. Бас бармақ. Өзімді қалай сезіндім? Балаң үйрек. Басқаларға көмегім тиді ме? Ортан терек. Бүгінгі көңіл күйім қандай болды? Шылдыршымек. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Кішкентай бөбек. Бүгін не үйрендім? Балалар, бүгін біз перифразалардың түрлі тәсілдерін қолдана отырып, түрлі сұрақтар құрастырдық және мәтін жаздық. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, сабағымыз аяқталды. Сау саламат бол.